Сіздер ме достар, бүгін біз 673-ші есепті шығаратын боламыз. Онда шығарайық. 4,5-тен 1-ді бөлеміз 2-ден 1-ге. Сонда 4-ті 5-ке көйтсек 20, 20-ға 1-ді қоссақ 21. 5-тен 21 шығады. Оны көбейтеміз 1-ден 2-ге. Яғни бөлуді көбейтуге айналдырамыз. 2-ден 1-ді кері сан 1-ден 2-ге айналдырамыз. Сонда 5-тен 42 шығады. Енді 42-ні 5-ке бөлсек, 8,5-тен 2 сантиметр шығады. Енді бізге периметрін табу керек. Периметр тең. Біз периметрде 2-ні көбейтеміз әй қосылған б-ға, а қосылған б-ға. Енді шығарып көрсек, 2 көбейтілген. 8,5-тен 2-ні қосамыз 4,5-тен 1-ге. Сонда 2-ні көбейтеміз 12,5-тен 3-ге. Яғни мына екеуінің қосындысы 12,5-тен 3-ге шығады. Енді 12,5-тен 3-ті бұрыс бөлшекке айналдырсақ 5-тен 63 шығады. Сонда 2-ні көбейтеміз 5-тен 63-ге. Сонда 5-тен 126 шығады. Енді 126-ны 5-ке бөлсек, 25,5-тен 1 сантиметр шығады. Жауабы бізде, яғни 25,5-тен 1 сантиметр.